негізі сөйлеп стористарға шықпағыма біраз уақыт болыпты. Бірнеше сұраққа осылай жауап берейін. Қатты қызғанып жүрдіңіз ба дейді. Негізі мен өте қызғаншақ адаммын. Қатты прям собственница болып кетемін, тем более жақсы көрсем. И мен енді жақсы көріп, жақсы көрмейтінімді түсінбеймін ғой ең басында. И соған байланысты ең бастарында бүйтіп біртүрлі болып жүремін. Мынау что за чувство деп ше, мысалы. Не үшін мен бұл адам қызғанып тұрмын? Бұл менің досым ғой, жай оған болады ғой енді. Ол біреумен танысу керек, біреумен үйлену керек деген сияқты. Енді миым солай деп тұр да, бірақ жүрегім олай демейді да, короче, жүрегім. Неге бұл олай істеп тұр, неге басқа қарап тұр, неге бұл басқаға сөйлеп тұр деген сияқты қылдырып, мен жаман қатты қызғаншақ адам екенмін, оказывается. Сол кезде түсінемін ғой. И одан бөлек Ернар тоже сондай кішкене адам екенімді біледі. Бүйтіп бір напрягаться етіліп, оған байланысты ондай жоқ. Ол біледі да. Ше адам? Не істеп жатсың? Сен туралы айтып отырмын. Сөйлеген. Сөйтіп, маған повод бермейді, короче, қызғануыма. Осындай сұрақ келіпті, жаңа не үшін жасырып келдіңдер, сценарий ма дейді. Өзіңіз жауап беріңіз. Force, Engage, Mazars. Нені жасырдың именно? Айтшы, Человек-паук екенді ма? Force или to the game. Дұрыстап жауап бер. Болды. Жасырған жоқпыз ғой енді. Солай бұл ешкімді алдаған жоқпыз. Алланың алдында ақпыз. Кейбір адамдар оны дұрыс емес қабылдап жатыр енді. Халықтан жоғары тұрмаймыз ғой енді, солай ойласаңыздар, ол мүлдем олай емес. Біз қалаған дүниелер кейде болмайды, біз қалаған дүниелерге біз кейде бойсұнбай қалып жатамыз, Алланың дегені болады. Сондықтан да ол кездері сондай болу керек болды. Енді әркім өзінің сезімдері ішінде қызық бір сәттер болды ғой, бірақ қазір бізде барлығы жақсы, керемет, шүкір. Оның барлығы бірақ сценарий жасырып келу ондай дүние емес. Біз өзіміз де бір-бірімізді жақсы көретін моментімізді сосын барып көзіміз жетті. Короче, достар, мне кажется, мен бірінші ұнатып қалдым да, содан кейін өзім айттым дейді. Короче, мынандай болды. Екеуміз бірдеңеге ұрысып қалдық, иә, Жан? Иә. Бірдеңеге ұрысып қалдық, потом, короче, екеуміз 10 сағат телефонмен сөйлесеміз, таңға дейін телефонмен сөйлесеміз, и потом сөйтіп жүреді да, содан кейін не болды? Қай кезде айттың? Эфирде бір-екі момент болды, Эфирде бір-екі момент болды, иә. Содан кейін мен, болды, типа, мен енді өзім қызғанып атқанымды ойбай, мен қызғанып атырмын деп айта алмаймын ғой, бірақ, нервім ауырып жүреді, қызғанып жүрем. И содан кейін бұл кісінің де сторонасынан сондай әңгіме болады, типа, мен де сені что-то қызғанатын сияқтымын деген. И потом одан кейін барып, енді екеуміз түсініп жүрген жоқпыз ғой, не болып атқанын ойландыңыз, енді 3 жыл родной деп жүрген адамдарымыз бір-бірімізге екеумізді түсініп атқан жоқпыз. Потом айттым, мен сені негізі ұнатамын деді. Ой, спасибо.